Қазақстанның премьер-министрі Әлихан Смайыловқа, Қазақстанның бас прокуроры Берік Асыловқа депутаттық сауал. Құрметті Әлихан Асқанұлы және Берік Ноғайұлы, еліміздің байлығын игеру ісінде биліктің ескі жүйесі мен ұлттық табысты қайта бөлудің бұрынғы тәжірибесін тоқтататын кез келді деп бастама көтерген жаңа Қазақстан идеясы арасында қарама-қайшылық туып тұр. Олигархиялық кланды биліктен түпкілікті кетіруді, ұрланған байлықты қайтаруды және экономиканы ел мен халықтың әлеуметтік қажеттілігіне қызмет етуге жұмылдыруды талап еткен қаңтар оқиғасы ескі биліктің зардабынан пайда болды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қоғам мен билік арасында жаңа қарым-қатынас орнату әрекеттері олардың мүдделеріне сай келмеді. Міне сондықтан активтерді қайтару және оны халыққа табыстау күн тәртібінде тұрған аса маңызды мәселе. Ел жұрт активтерді қайтару процесінде биліктен жылдам әрі батыл қадамдар күтуде. Осы орайда президенттің пәрменімен арнайы комиссияның құрылуы және активтерді қайтару туралы арнайы заң шығатынын айтқан Тоқаев мырзаның уәдесі ел азаматтарына біраз сенім ұялатты. Бірақ сол комиссияның тарапынан ешбір нақты әрекет көрінбейді. Егер бірен-саран бірден істеліп жатса, бұл бізден, қоғамдағы азаматтардан құпия өтуде. Халық атынан тікелей сайланған депутат ретінде ең алдымен құқық қорғау органдар қызметкерлеріне ескерту жасағым келеді. Сіздер ескі Қазақстанды билеген әулет пен оның жақындары бақылаған кеден бекеттерінде арнайы астыртын салық режимін қамтамасыз еттіңіздер. Енді бұлай болмайды. Біз халықтың көмегімен сіздерді жіті бақылайтын боламыз. Бұл мәселеде біз президенттің бастамасымен одақтаспыз. Немесе бұл істе президент бізге, депутаттарға толықтай арқа сүйей алады. Дегенмен ескі кадрдың саботажы ма, жоғалды ұлттық экономикалық мүддеге қарсы жасалып отырған қастандық па, капиталды қайтару ісінде түсініксіз кібіртік көп. Мәселен, Латвия құқық қорғау органдары Қазақстанның жекелеген азаматтары салықтан жалтарды және Қазақстаннан заңсыз шығарылған активтер есебінен Прибалтика аумағында мүлік сатып алды деген күдік келтіруде. Бұл арадағы сөз Қайрат Боранбаев тұрғысында болып отыр. Дей тұрғанмен Боранбаев жуықта жеңіл-желпі баптармен сотталып кетті. Бірақ оған қатысты өте ірі істер қалтарыс қалды. Тиісті органдар Боранбаевтың Латвия мен Еуропа елдерінде қызметін, оның отбасы мен компанияларына жазылған активтерді тексермеді. Неге тексермеді? Боранбаевтың келіншегі өз атына жазылған бизнес ұшақты сатып жібергені сіздерге белгілі ме? Маман эксперттердің айтуына қарағанда, бұл ұшақтың нарықтағы құны 30 миллион долларға дейін бағаланды. Ол әйел мұндай сомадағы ақшаға қалай ие болды? Біздің елдің тиісті органдары осы сауда-саттықты біле тұра, ұшақтың қандай қаржыға сатып алынғанын анықтағанға дейін бұл активті мұздатып қоюға неге әрекет жасамады? Мен бұл арада бір Боранбаевты мысалға алып, активтерді қайтару мәселесіндегі түсініксіз жалпы жағдаяттарды айтып отырмын. Сол сияқты Жусан банктың иелері Қазақстаннан шығарған ірі көлемдегі қаражат батыс елдерінің бірінде мұздатылғаны бізге тағы да белгілі. Осыған байланысты үкімет не істемек? Тиісті тергеу органдарын жұмылдырып, Жусан банк қолжалаған ақшаның ізіне түсе ме, жоқ әлде тағы да көз жұмбайлыққа салына ма? Бас прокуратура мен арнайы комиссия төрағасының орынбасары Ұлан Байжанов мырза бұл процесті бақылауға ала ма? Бұл сұрақтарды нақтылап отырған себебім, ұрылар жымқырған қаржысын басқа жаққа тығып үлгерсін деп, бүгінгі билікте оларға мұрша беріп отырған біреулер бар сияқты. Біз ұрланған активтерді қайтару туралы заңды бірінші кезекте қабылдауды басты мақсат етіп отырмыз. Осы заңның арқасында біз капиталды қайтаруды неғұрлым тиімдірек бақылауға ала аламыз. Әлихан Асқанұлы, сіз үкімет басына жаңадан келген басшы емессіз. Бұған дейін министрлер кабинетін басқардыңыз. Ендеше президент Тоқаев наурыздың 31-інде дайын болсын деп үкіметке тапсырған заң жобасын дайындаусы созылып кеткенін сіз қалай түсіндіресіз? Елден ұрланған миллиардтар туралы сөз болғанда тағы мынадай сұрақтар туындайды. Қазақмыс компаниясы қазақ халқына тиесілі қазба байлықтың 30%-ына қалай ие болды? Сол сияқты құрамында Назарбаевтық кланның үлесі бар Еуразиялық топ халықтық байлықтың 40%-ын қалай иемденіп кетті? Аталған осы екі компания соңғы 10 жыл көлемінде қазынаға қанша салық төледі? Осы кәсіпорындардың өндірістік қаржылық қызметін қадағалауға
Микрофонды қосыңыз, депутат. Осы кәсіпорындардың өндірістік қаржылық қызметін қадағалауға тиіс Самұрық Қазына ұлттық қоры капиталды қайтару тақырыбында қандай әрекеттер жасады? Осы сұрақтарға байланысты үкіметтік түсініктеме жауапты жазбаша түрде дайындауыңызды сұраймын. Депутат Ермұрат Бапи, бұл депутаттық сауалды депутаттар Қазыбек Иса, Абзал Құспан, Ринат Зайтов, Жанарбек Әшімжан қолдайды. Рахмет.